Сәлем баршаңызға, сіздерге етсіз болып пісетін ерекше тағамды ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен пиязымызды және сәбізімізді осылай турап аламыз. Және болгарский перцімізді осылай турап аламыз. Одан кейін 3-4 картопымызды осылай турап шығамыз. Қазанымыздың астын жағып, сұйық майымызды құйып, одан кейін пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Және сәбізімізді салып, оны да кішкене жұмсарғанша қуыра тұрамыз. Одан кейін сладкий перцімізді салып, араластырамыз. Одан кейін картопымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз, паприка және томатымызды салып, бәрін араластырамыз. Араластырғаннан кейін суымызды құйып шығамыз да, бетін жауып 30 минутқа қоя тұрамыз. Оған дейін тестісін дайындап аламыз. 1 жұмыртқа, тұз және су араластырамыз да, одан кейін өлшенген ұнымызды саламыз. Қолымызбен илеп шығамыз. Қатты қамыр болып шығады. 20 минутқа тындырып қоямыз қамырымызды, бетін жауып. Бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқаны және сүт, сұйық май, тұз, қара бұрышты салып, жақсылап араластырып шығамыз біріккенше. Тынған тестімізді кішкене ұн сеуіп жіберіп, оқтауымызбен ысып шығамыз жұқарғанша. Әбден жұқарғаннан кейін тестімізға осындай бір кесе қажет. Кесені осылай формамызға келтіріп домалақтап аламыз. Тестімізді жинақтап алғаннан кейін осындай кесеге осылай тестімізді ішіне жайып шығамыз. Жаңағы сұйықтығымызды осылай құйып шығамыз видеодағыдай. Одан кейін қолымызбен біріктіріп, бетін жабамыз. Қазанымыз қайнап жатқан, соның үстіне жаңағы тестімізді салып, 30 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. 30 минут өткеннен кейін дайын болады. Содан кейін үстіндегі тестіні алып, бөлек ыдысқа, астындағы тамағымызды үлкендеу ыдысқа салып, және сорпасын құйып, жаңағы дайын тестімізді үстіне салып, бетіне укроп әсемдеп себуге болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.